Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым. Армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі тақырыбымыз ұлттық тақырып. Бүгінгі тақырыбымыз жер бетінде қазақ болып қаламыз ба, қалмаймыз ба деген тақырып. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан деген мемлекет ендігәрі тәуелсіз мемлекет болып өмір сүре ма, өмір сүрмей ме дегенге қатысты тақырып. Қазіргі қазақтың басына аса үлкен қауіп төніп тұр. Ол қауіп мемлекетке, елге, қазаққа, халыққа қандай да бір зиян тиетін, анау-мынау жеңіл-желпі зақым келетін қауіп емес. Ол өзекке құйылған у болған қауіп. Ол тамырға шабылған балта сынды қауіп. Ол жүрекке қадалған найза сынды қауіп. Ол Қарағытайды қасиетті қазақ жеріне қаптататын қара жоспар туралы сіздерге айтпақшымын. Жер бетінде ешқандай бір мемлекет Қытаймен визасыз режим орнатпайды. Тек біздің сатқын, сатымсақ, ұлт сатқыны қазақ билігінен басқа. Жер бетінде 200-ге тарта мемлекеттерге парапар автономиялы құрылымдар өмір сүреді. Шетелмен дипломатиялық қарым-қатынас жасауға құқы бар тәуелсіз мемлекеттермен және сол тәуелсіз мемлекеттерге парапар автономиялы аймақтардың ешқайсысы Қытаймен визасыз режим орнатқан емес. Халықаралық дипломатиядан сәлде болса бастауыштық сауаты бар жұрттың бәрі осыны біледі. Америка мен Еуропа бір-біріне визасыз тәртіп орнатты. Неге? Бірінің халқының екінші бірінің халқынан көп айырмасы жоқ. Бәрі батыстық демократиялық жүйеде тәрбие көрген, заңдық сауаты жоғары, ең кем дегенде орта мектеп білімі бар, және барлығы ілімі, білімі, көзқарасы, өскен шыққан ортасы жағынан парапар. Сонымен ол елдер сенімен біз теңбіз деп біріне бірі есігін айқара ашты. Түсіністікпен қарауға болады. Жапония азаматтары Америкаға визасыз. Себебі Америка андағы бәленбай 100 миллион жапонның дүрк көтеріліп, көшіп келіп Америкада қоныстанып тұрып алмайтынын, қара жұмысын тартып алмайтынын біліп отыр. Неге? Жапонияның халқы да езуінен ақ май ағып отыр. Және шетке қашайын, шетке барып жақсы өмір аңсап, сонда қалып қалайын деген пиғылдары, ындындары жоқ. Өздерінің елінде өздері жақсы өмір сүріп отырған жапондар басқа ешқандай еуропалық не америкалық елдерге иммиграциялық, көші-қондық қауіп төндірмейді. Демографиялық қауіп те төндірмейді. Ал Қытай сияқты елменен жер бетінде есі дұрыс халықтың барлығы дерлік виза мәселесінде сақтанып, сақсынып, саптаяққа ас құйып, сабына қарауыл құйып, бір шоқып, екі қарап тұрып қатынас жасайды. Неге? Қытай тарихтан бері шетке қашу жағынан, өзі барған жерінде құрттап көбею жағынан, барған жерінің экономикасын былықтырып жаулап алу жағынан, демографиялық көбеюі арқылы, заңсыз иммиграциясы арқылы сол мемлекеттің демографиялық қал-жағдайын өзгертіп жіберу жағынан әлемде өзіне парапар екінші бір қауым жоқ халық. Қазақша, қазақтың жалпақ тілімен айтсақ, Қытайдың барған жерінде, Қытайдың тұрған жерінде, сол жердің байырғы халқы бірден азшылық қауымға айналады. Қытайдың аяғы тиген жерге шөбенбейді. Бұл адам денесінде пайда болатын
қатерлі ісіктің клеткасы сияқты. Қатерлі ісік десем, Қытайды жасырып, жауып айтқан сияқты болам. Бұл анығында рактың клеткасы сияқты. Анығында рактың клеткасы сияқты. Мынау Қытай Халық Республикасы деген адамзаттың тұтас қауымдастығын бір тұтас дене десек, Қытай Халық Республикасы мен Ресей рак сияқты. Осы адамзаттық қауымдастыққа тарихтан бері тек зұлымдықты, соғысты және барлық теріс пиғылдарды, қан төгісті, қорлауды, зорлауды алып келген. Құдайсыз коммунистік жүйені орнатқан, өзінің халқын өзі миллиондап қырып отырған нағыз зұлымдықтың қайнар көзі. Мен бұдан бұрынғы лекцияларымда сан мәрте айттым. Сингапур синдромы және Қытай қаупі деген лекциямды кеше 17-ші жылғы нұсқасынан көшіріп алынған нұсқасын қайтадан көшіріп алып тағы жарияладым. Сингапур синдромы және Қытай қаупі деген. Ал Қытаймен визасыз режимге қарсы екенім туралы қаншама мәрте лекция айттым. Ал осы жолғы лекциямда сол туралы болмақ. Анығында Қытаймен визасыз режим орнату адамзаттық практикада жоқ, оны тек қана ұлт сатқыны ғана істейтін қарекет. Яғни Тоқаев, әр Қытай менің жалғызым, әр орыс менің балдызым деген ұстанымда болатын нағыз ұлт сатқыны. Анығында Тоқаев қазақ емес. Егер ол қазақ болса, егер оның жаны қазақ болатын болса, егер ол қазаққа жаны ашитын адам болатын болса, мына қара Қытайды қара құмырсқаша қаптататын мынандай тарихи зұлымдыққа бармас еді. Қазақ тарихында қазаққа зұлымдық жасаған адам өте көп болды. Қазақты қынадай қырған Сталин, қазақтың алтын басын қор қылған, сол қырғындардың басын бастап берген Ленин, екі қолы қанға малынған Голощекин, және қазақтың Бахадүр Батыр ұлы, қазақтың соңғы ханы Кенесарыны, яғни хан Кенені жауға тұтқындап берген ұлт сатқындары, және қазақтың тарихындағы, арғы бергі тарихында ұлтты сатқан қаншама адамдар болды. Бірақ олардың еш қайсысы зұлымдығы жағынан, ұлтқа деген жауыздығы жағынан, қазаққа деген қастандығы жағынан мынау Қанішер Тоқаевқа жеткен жоқ. Жете алмайды да. Тоқаев қазақ тарихындағы қазаққа зұлымдығы жағынан, қазаққа қастандығы жағынан нөмірі бірінші адам. Тіпті орыстардың қазақты жаулап алуына қазақтың қақпасын ашып берген адам Тоқаев сияқты қылмыскер емес. Неге? Орыс қазақты қырды. Советтік республика құратын кезінде қырды. Шар патшаның кезінде қырды. Қытай жауыздармен одақтасып қазақты қырушылар болды. Хан Кенені сатып, басқыншыларға еңбек еткендер болды. Бірақ бұлардың ешқайсысы қазақтың өзегіне у құйған жоқ. Тамырына балта шапқан жоқ. Қазақты зияндады. Бірақ алтын қазақтың алтын діңгегі шайқалған жоқ. Ұлт ретінде қалды. Себебі орыстан бізге қырғынның қаупі төнгенмен демографиялық қауіп төнбейтін еді. Орыстар ешқашан қазақты ұлт ретінде жұтып алатын қауқарға ие емес еді. Оны міне өткен тарих дәлелдеді. Қырды, қынадай қырды, тілімізді жойды, дінді әлсіретті, қара орыс дейтін қауымды пайда қылды. Бізді әбден өз жерімізде өзімізді қор қылды, қаншама зұлымдық жасады. Бірақ орыс бәрібір қазақты жұта алмады. Бірақ мына келген жау, ол орыс емес, ол орысты миллион есе орайтын жау. Бұл жау сені орыс құсап қырмайды. Бұл сені бұтыңды бұтша, қолыңды қолша жұтып алады. Бұл аждахар. Бұл айналасындағы бәленбай көршісін жұтып алып, бүгін өзінің ішкі өлкесін айналдырып қойды.
Бұл кезінде жан саны сол Қытайдан да көп болған қаншама халықты жұтып алған халық. Қазірдің өзінде оңтүстік шығыс Азиядағы 10 шақты мемлекеттің нөмірі бірінші бас ауруы болып отырған көрші. Біздің аталмыш шығыстағы көршіміз Қытай, анығында оңтүстік шығыс Азия елдерінің барлығының тарихи және мәңгілік бас ауруы болып отыр. Ендеше мысал келтірейік. Бұрынғымызды қайталап тұрып айтайық. Вьетнам деген елдің 40% халқы Қытай. Осы Қытай Вьетнам дейтін мемлекеттің қауіпсіздігіне мәңгілік қауіп болып отыр. Ал бұл 40% Қытай бүкіл Вьетнам экономикасының 80-90%-ын ұстайды. Бүкіл докторхана, бүкіл мектеп, бүкіл бұтхана, бүкіл сауда орындары, бүкіл өндіріс орындары, бүкіл зауыттар, бүкіл азық-түлік зауыттары, киім-кешек фабрикалар, бүкіл порттар, бәрі осы Қытайдың қолы. Тіпті егістіктер. Бәрі Қытайдың қолы. Тарихта Қытай коммунистері Вьетнамда коммунистік партия құрып, сол Хоу Чжи Мин деген коммунистің өзі Қытай коммунистерін арқа сүйеп, Вьетнамда билікті алды, бірақ артынан бұл Қытай коммунистерінің барлығы Маудың мүриттері екендігін біліп, Қытаймен жаман болды. Неге? Олар Вьетнамды Қытайдың бір өлкесі жасауды көздейтін еді. Міне сосын бар Вьетнамда этникалық қақтығыс туды. Үлкен қырғын болды. Сосын Қытайлар қашты. Қайда барды? Гонконгке барды. Сол Гонконгке қашып паналап босып барған Қытайдың қызы бүгінгі Фейсбуктың егесінің қатыны. Яғни Фейсбуктың иесі Шекербектің қатыны сол кезде Вьетнамнан қуғын көріп қашқан Қытайдың қызы. Енді екінші сөз. Мьянмар. Тарихта Мьянмардағы бүкіл соғыстың қайнар көзі тек этникалық қақтығыс. Кіммен? Мьянмарлықтармен Қытайдың. Қазіргі Мьянмардың өзі 6 федералдық штаттан құралады. Соның ішінде Гоган деген штат, ол орталық Мьянмардың өкіметіне бағынбайды. Ол тек формалды түрде Мьянмар болып отыр. Анығында Гоганда Қытайдың жылжымалы телефоны қолданылады. Олар үйіне Қытай телекомның үй телефондарын орнатады. Олардың қолданатыны China Mobile. Үйіндегісі China Telecom. Олардың қолданатын ақшасы юан. Ол жерде Қытайдың кішкентай банктер өмір сүреді. Олар тіке юанмен есеп айырысады. Қытайдың бүкіл тауары оларға еш кеденсіз кіреді. Және олар Қытайға емін-еркін кіріп шығып жүре береді. Бүкіл құжаттары мынау құрлық Қытайының қысқартылған жазуымен жазылады. Гоган Қытайдың бір өлкесі сияқты ғана. Мьянмарға формалды бағынып отыр. Ал естеріңізге салайық, Мьянмардың өкіметі Аң Сан Су Кyi деген анау Нобель бейбітшілік сыйлығын алған қатын Мьянмарда 50 миллион жан санының бар болғанына қарамастан, анау өзі аз, өзі әлсіз, ешқандай саяси билігі жоқ Рохинджа дейтін азғантай 1 миллион ғана жан саны бар халықты қынадай қырды. Қырғаны соншалық, оларды боршалап, кәдімгі мал сойған сияқты жіліктеп, тізесінен кесіп, қолтықтарынан, шынтақтарынан кесіп, қолын қол, бұтын бұт қылып, бөлшектеп, оны бүкіл әлеуметтік желіге салды. Мьянмарлықтар сол кезде Рохинджа мұсылмандарының баласын қазанда қайнап тұрған майға салып шыжғырды, найзаға салып шаншыды. Тіпті баланы отқа қақтап тұрып етін жеді. Ана видеолардың жауыздықтарын көретін болсаңыз, төбе шаштарыңыз тік тұрады. Жерді шұқанақ қып қазып, оған май төгіп, сәлерке төгіп, оны өртеп, лаулаған отқа сонда Мьянмардың қарапайым еркек әйелін, бала шағасын лақтырып, өртеп қызық көрді. Ал осы зұлымдықтың артында Қытай тұрды. Неге?
сол Рохинджа мұсылмандар жасайтын теңіз жағасында кішкентай провинция Қытайға керек болды. Қытай ол жерден теңізден тасымалдайтын мұнай газды қабылдап алатын порттың терминалын салмақшы еді. Оларға мынау Рохинджа дейтін халықты жер бетінен жойып жіберу ең тиімді болып саналды. Сөйтіп, Қытай өзі билеп отырған Мьянмардың қолыменен Рохинджа мұсылмандарын адамзат тарихында болмаған сұмдық хайуандықпен қырып жойды. Нәтижесінде бәленбай 100 мың Рохинджа көрші елдерге босып кетті. Ал адамды тірідей боршалаудың қалай болатынын, әлі жаны шықпаған, қозғалып жатқан, ыңырсып жатқан адамның қылтасынан қалай өткір ұстарадай пышақпен орып жіберіп, тізесін кесіп алып, кәдімгі малды жіліктеп, сирағын, қолын, бұтын кәдімгі жіліктеп алып алған сияқты тірі адамды қалай жіліктеудің қалай болатынын, боршалаудың қалай болатынын сол кезде Мьянманың буддистері көрсетті. Сөйтсек, олар өлген адамды сойып боршалап көметін дәстүрлері бар екен. Әлгілердің әрқайсысы қасап екен. Қасап болғанда адам қасап екен. Кәдімгі тура пышақты буынсыз жерден емес, дәл адамның буына таба дегенде сақ-сұқ еткізіп, ана біздің соғым сойғандағы пысық жігіттері сияқты тірі адамды, ыңырсып жатқан адамды тірідей қолын кесіп ала қояды. Тірідей шынтағынан кесіп ала қояды. Тірідей жаңағы оң тізесінен кесіп ала қояды, сол тізесінен кесіп ала. Жұлынды тіліп тұрып, кәдімгі соғымды боршалаған кезде тура боршалап тіліп тұрып, сүйекті екі буынның ортасынан тіліп, жұлынды кесіп, сіңірді кесіп тастағандай кесіп алып жатады. Міне сол зұлымдықтың барлығын сол Қытай артында тұрды. Видеоны интернеттен іздесеңіздер тұр. Мен жүрегі ауыратындар көрмесін деп бұл арада салмай қоямын. Рохинджа мұсылмандары, Мьянмардағы жауыздық, Мьянмардағы Рохинджаға арналған геноцид десеңіз бәрі тұр. Енді Мьянмарды айттық. Камбоджаны айтайық. Бұл жерде де 40% халық Қытай. Тарихта бүкіл соғыс Камбоджа мен этникалық Қытайдың таққа таласуынан, жерге таласуынан болды. Камбоджада әлі де сол коммунистік қырғындар, және ол коммунистердің артында Қытай коммунистері. Және Камбоджа сияқты елдегі бұл алтын үшбұрыш деп аталатын әлемдегі ең үлкен есірткі бизнес орталығының артында Қытай коммунистері тұр. Әлемдегі ең үлкен жезөкшелік, әйелдердің, қыздардың құлдық, секстік құлдық, осындай сұмдық бизнесінің артында Қытай тұр. Енді қазір осы оңтүстік үшбұрыш, Камбоджа, Мьянмар, Тайланд, енді қазір аңқау қазақтың баласын алдап алып барып, жұмыс береміз деп, ішкі ағзасын сатып жіберетін үлкен алаңға айналған. Жастарды, қыздар, жігіттерді алдап алып барып, ұшақ билетін көтеріп, жұмыс береміз деп алдап алып барып, Дубайға, Түркияға шақырып, сосын ары қарай Камбоджаға, Мьянмарға, Тайландқа ұшырып, жұрттың бәрі ойбай бұл жақсы жер, Тайланд деген туристер баратын жер деп, ұшақтан түскеннен кейін біреу күтіп алады, бітті ары қарай. Ол қайсы жер асты зауытына, қайсы қылмыстық топтың орманның ішіне алып кетті, ешкім білмейді. Міне, бұл осындай жер. Ал енді бір ел бар, Тайланд. Тайландтың да 40-50% халқы Қытай. Билік жасырып жапқанмен халықтың 40-50% Қытай. Әрине бұл елдердің барлығы ресми санақтарда Қытайдың санын азғып көрсеткісі келеді. Сол арқылы кәдімгі мемлекет Қытайдікі емес, мемлекет біздікі деген ұғымды дәлелдегісі келеді. Тайландтың 2 реткі премьер-министрі Қытай болды. Ол жерде президенттің билігі формалды, премьер-министрі ресми билік иесі. 2 реткі премьер-министр Қытай. Ағасы Ташин деген, қарындасы Йыңла деген. Осы ағалы қарындас екеуі Тайландты қаншама жыл басқарды. Ал бұлар Тайландты басқарып отырған кезде бүкіл Тайландтың тірлігін, негізгі халықтық, мемлекеттік, өзекті нысандардың барлығын Қытай коммунистеріне берді.
Ең соңында Тайланд халқының көзі ашылып, бұл ағасын тақтан құлатып еді, қарындасы шығып, қарындасын тақтан құлатқанда, шауып отырып Қытайдың Кантон деген, Гуандун деген өлкесіне, провинциясына барып, бір ұлттық компанияның директоры болып шыға келді. Қытайдың мемлекеттік кадрлары ғана отыратын ұлттық компанияның директоры болып шыға келді. Енді қараңыздар. Бүкіл Тайландтың ұлттық мәні бар, ұлттық стратегиялық мәні бар, мағынасы бар нысанның барлығын Қытайға сатып беріп кетті. Бұл міне шындық. Ал Тайланд дүние жүзінде секстік құлдықтан, секстік сервистен ең былыққан ел. Осының барлығының артында Қытай коммунистері тұр. Барлығының артында Қытай коммунистері тұр. Дүние жүзінің осы арамдыққа, зұлымдыққа құмар бүкіл еркегі Тайландқа ағылады. Зұлымдыққа құмар әйелдер де барады. Ол жерде әйелдерге де қызмет жасайды. Бірақ осы зұлымдықтың артында Қытай тұр. Осы бизнестің көрігін қыздырып отырған, адамзат тарихындағы ең бір зұлым тірліктердің көрігін қыздырып отырған тағы Қытай. Еркек баланы пішіп, қызтеке жасайтын, еркек балаға дәрі беріп, төсін өсіріп, былай қарасаң еркек емес, әйел емес қылып, оны қолдан әнші жасайтын, оны қолдан неше түрлі жыныстық ауытқушыларға сервис жасайтын небір зұлымдықтардың бәрінің артында Қытай тұр. Адамның айтса аузы бармайтын зұлымдықтың осы оңтүстік шығыс Азиядағы жезөкшелік тірлік, адам ағзасы тірлігі, адамдарды жаңа алдап апарып сою тірлігі, есірткі бизнес, қару-жарақ бизнес, қылмыстық топтардың бәрінің артында Қытай коммунистері тұр. Анау оңтүстік шығыс Азиядағы алтын үшбұрыш деп аталатын жердің бандиттік қылмыстық топтарының бәрінің артында Қытай тұр. Үкіметін де Қытай меңгеріп отыр. Бүкіл банк Қытайдың қолында. Ал осы жердің халқы өз жерінде өзі қор болып отыр. Өз жерінде, өзінің ата бабасының жерінде өзі қор болып отыр. Малайзия мұсылмандығымен ғана аман қалды. 61% халқы ғана Малай, 26% халқы Қытай, 13% халқы үнді. Ол да Қытай экспансиясынан шошып отыр. Анығында 26% Қытай деген сөз өтірік. Қытайлардың ол жерде үлес салмағы 40-қа таяу. Және бүкіл Куала-Лумпур тұтасыменен Қытайдың дүкендері, Қытайдың докторханасы, Қытайдың зауыттары, Қытайдың фабрикалары, бүкіл порт солай. Мен анау Малайзияның Мелаккасына дейін бардым. Анау штаттарының бәріне бардым. Оларда федералдық үкімет. Тұтас Қытай. Ана Сингапурға жағындаған сайын тұтас Қытай. Сингапур синдромы және Қытай қаупі деген лекциямды қайталай тыңдаңыздар. Бұл жерде оның бәрін айттым. Индонезия 97-ші үлкен этникалық қақтығыс болды. Индонезияндар мен Қытай ортасында. Себебі Индонезия әлемдегі жан саны ең көп мұсылман елі, және бұл жердің халқының 40% Қытай. Міне бүкіл оңтүстік шығыс Азия осылай қор болып отыр. Сингапур 85%-дан артық Қытай. Әсілі ол Малайдың жері еді. Қытай барып көбейіп, ең соңында тәуелсіздігін алды. Енді қазақты жоңғар қырам деп өзі жойылды. Қазақты қызылбас сарт Иран келіп жаулап аламын деп, дінін тықпалаймын деп, ең соңында жеңіліп қор болды. Екі тайпасын қазақтарға құлғып беріп, содан Орта Азиядағы сарт тектес халықтары пайда болды. Білесіздер, бұл ескі тарихымызда жазылған. Енді қазақты орыс жаулап қынадай қырамын деп, орыстың өзі міне қазақты жоя алған жоқ. Бірақ мынау адамзат тарихында болмаған сұмдықты бастаған Тоқаев Қытай мен қазақ ортасында визасыз режим орнатса, онда қазақ болды, қош айт қазақтыққа. Сен ендігәрі қазақ болмайсың, сен Қытайдың бір бөлшегі болып кетесің. Сақтан қазақ, ойлан қазақ. Қытайдың кім екендігін білгендіктен қазаққа жаным ашығаннан айтып отырмын. Тоқаев қазақтың нөмірі 1 жауы. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.